Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін екі соққы әдісінен қорғану тақырыбын талқылаймыз. Ең біріншісі сіздерге айтып кететінім. Соққы жасау үшін немесе сізге біреу шабуыл жасағысы келсе, ол міндетті түрде салбырап тұрған ойыншыларға, қорғалмаған ойыншыларға ғана жүзеге асырылады. Егер де сіздер бұны есте сақтайтын болсаңыздар, сіздердің жағдайларыңыз жақсы болады. Ал егер де сіз бұны үнемі ұмытатын болсаңыздар, сіздер осындай келеңсіз жағдайларға душар боласыз. Және тап боласыз. Қараңыздар, мына ат, байқадыңыздар, ол салбырап тұр және қорғалмаған. Егер де ол мына жерде тұрғанда, оның жағдайы жақсы болады және Ж3-тегі жауынгер оны қорғап тұрар еді. Өкінішке орай бізде ондай мүмкіндік жоқ. Және біздің атымыз жырақта жүр. Және осындай жалғыз жүретін болсаңыз, егерде салбырап және қорғалмаған мүмкіндіктеріңіз болса, үнемі сіздерге шабуыл жасайды. Естеріңізде болсын, қандай да болса комбинация, қандай да болса соққы, қандай да болсын мысалы іс-әрекет тек қана қорғалмаған жауынгерге немесе салбырап тұрған жауынгерге ғана жүзеге асырылады. Мысалы, екі соққы әдісі. Қарсылас бізге шабуыл жасады, біз білеміз екі соққы әдісін, біздің кемемізге және біздің атымызға шабуыл жасады. Соған байланысты мына салбырап тұрған ойыншымызды былай қорғаймыз. Және мына кеме мен аттың арасында байланыс пайда болды. Мысалы, олар жейтін болса, біз де былай жейміз. Көрдіңіздер ғой? Бұл енді бірінші мүмкіндік. Өзіңіздің мысалы сізге шабуыл жасаған ойыншыңызға, салбырап тұрған ойыншыңызға шабуыл жасалса, сіз осылай оны қорғайсыздар. Келесі мысал. Тура осындай жағдай. Екі ойыншымыз салбырап тұр. Біздің кемеміз салбырап тұр және атымыз салбырап тұр. Салбырап тұр дегеніміз не? Ол қорғалмаған дегенді білдіреді. Сіздер деген сіздің ойыншыңыз қорғалмаған. Мысалы, сізге былай шабуыл жасайды. 1 және 2. Екеуіңізге осындай әдемілеп тұрып шабуыл жасайды. Екеуі де салбырап тұр, екеуі де қорғалмаған. Екеуі де өте қиын жағдайда бұл. Енді бізде екі мүмкіндік бар. Бірінші, біз мысалы немізді атымызды қорғаймыз. Бірінші мүмкіндік. Екінші мүмкіндік, қарсыласқа шақ дейміз. Ол бір жақ кетеді. Содан кейін біз өзіміздің салбырап тұрған ойыншымызды бір қауіпсіз жерге қоямыз. Көрдіңіздер ғой? Бізде екі мүмкіндік бар. Бірінші мүмкіндік былай қорғауға болады, өзіміздің атымызды, немесе қарсыласқа шақ деп, бір мезетке біз өзіміздің кемемізді алып тастаймыз. Бір салбырап тұрған жауынгер, бір салбырап тұрған ойыншыны былай және былай жүрген мүмкіндік бар. Және үшінші мысалды көрсетейін. Сіздерге қайтадан салбырап тұр және біздің жағдайымыз осының салдарынан қиындау. Бізге шабуыл жасалды, қорғалмаған ойыншыларға мынандай шабуыл жасалды. Енді біз білеміз, қорғауға мүмкіндік жоқ, мүмкіндік жоқ. Көрдіңіздер ғой, ат бізді жек қояды. Немесе шақ беруге мүмкіндік жоқ. Екі мүмкіндігіміз жоқ. Енді біз деген мына атқа шабуыл жасап көрейік. Былай шабуыл жасаймыз. Атты 3 жауынгер тұрады, және мына атта 3 жауынгер тұрады. Мысалы, егер ол былай жейтін болса, біз оны былай жек қоямыз. Көрдіңіздер ғой? Екеуміз айырбастаймыз. Бірінші мүмкіндігіміз қорғауға мүмкіндік жоқ. Екіншісі шақ беруге мүмкіндік жоқ. Сол себепті үшінші мүмкіндікті пайдаланамыз. Өзіміз тура осындай ойыншыға шабуыл жасаймыз. Егер ол жейтін болса, біз де бұны жек қоямыз. Түсінікті ғой, Төртінші мысал. Енді сіздердің патшаларыңызға қатысты. Егер де патшаларыңызға қатысты болса, шақ десе, шақ. Қайтадан мен сіздерге салбырап тұрған, қорғалмаған жауынгерлер туралы айтам. Біздің атымыз жырақта жүр, және патшамыз да екеуі бір осындай қиғаш жолға түсіп қалды. Соған байланысты шақ. Былай қарасаңыз, біз өзіміздің атымызды қорғай алмаймыз, себебі біздің патшамыз ондай мүмкіндігі жоқ, ол деген алысқа жүре алмайды.
Ал егерде мысалы шах беруге, қарсыластың патшасына шах беруге мүмкіндігіміз жоқ, біз үшінші мүмкіндікті пайдаланамыз. Тура осындай ойыншыға өзіміз шабуыл жасаймыз. Егерде мысалы бұл жаққа кететін болса, біз атымызды осылай құтқарамыз. Енді патша тек қана бір қадамнан жүреді, соған байланысты оның мүмкіндігі де осындай. Егерде маңайыңызда біреу болғанда, сіз деген жақсы болар едіңіз. Маңайыңызда біреу болса, енді тура осы жағдайды күрделендірейік. Мысалы, патша осы жерде тұра берсін, немесе мына қара патшаны, мысалы, мына қара кемені мына жерге қойып, қара патшаны мына жерге қойсақ. Егерде мысалы былай қоятын болсақ, қараңыздар. Енді шах деді. Атқа және патшаға шабуыл жасадық. Маңайымызда мында және мына жерлерде ешкім жоқ. Біз оларға ешкімге шабуыл жасай алмаймыз. Көрдіңіз ғой? Біріншіден мысалы біз былай жүруге мүмкіндігіміз бар. Екінші, мына атымызды қорғауға ешқандай мүмкіндік. Былай қарасаңыз, өте қарапайым жағдай, бірақ кішкене ғана өзгертіп едік. Бірден осындай жағдай шыға қалды. Шах, біз былай құтыламыз. Түсінікті ғой, біріншісі қорғаймыз, екіншісі шах деп уақыт созамыз кішкене, үшіншісі өзіне қарама-қарсы шабуыл жасаймыз. Егерде видеолар ұнайтын болса, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, және өздеріңіздің туған туысқандарыңызға, дос-жарандарыңызға осы канал туралы айтсаңыздар, мен сіздерге ризашылығымды білдірер едім. Жарайды, жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.